Елбасымыз жариялаған Ұлы даланың 7 қыры мақаласы аясында Ұлы даланың ұлы есімдері насихатталған. Бұл орайда әйгілі қазақ ақыны, композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Кенен Әзірбаевтың өмір жолы мен шығармашылығына сыр шертеміз. Кенен Әзірбаев қазақ елінің талант иесі. 1884 жылы 19 маусымда Жамбыл облысы Қордай ауданы Матыбұлақ жерінде дүниеге келген. Есімі қазақ даласына етене таныс. Кенен Әзірбаев қазақ өнеріндегі сал-серілік және айтыскерлік дәстүрлерді үзбей, 20 ғасырдың 70 жылдарына дейін жеткізген өнерпаз. Әкесі Әзірбай, анасы Ұлдар, әнші, домбырашы болған екен. Кішкентайынан ата-анасының жанында жүріп өнерге үйренген. Есейген шағында домбырасын қолына алып, өзі ән жырларын шығара бастаған. Бозторғай, Көкшолақ, Бұлбұл әндерін шығарып, Әли Батыр, Қырғызбай дастандарын жырлаған. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің және облыс әкімдіктерінің қолдауымен ақынның шығармашылығын жан-жақты насихаттау мақсатында биыл еліміздің 9 қаласында 13 мәдени іс-шаралар өткізіледі деп жоспарланған. Кенен Әзірбаевтың туғанына 135 жыл толуына арналған Сарыарқаға саяхат деген атауымен жыршының ұрпақтарымен кездесуі және Алатаудың ақиығы атты деректі фильмнің көрсетілімі бүгінде Нұр-Сұлтан, Қарағанды, Көкшетау, Петропавл қалаларында өтті. Керуен Кереку жеріне де келіп, ғылыми шығармашыл зиялы қауым өкілдері, өнеріміздің жалынды жастары, жыршының ұрпақтарымен кездесті. Биылғы жылды жастар жылы деп атап отыр. Оның барлығы айланып келгенде, сол тәуелсіздігіміздің алғашқы жылда елбасы ұсынған жастарға өткен тарихын көрсетті. Өткен қазақтың ұлы адамдарының өмірі туралы айтып, осы туралы өткен. Сондай неменен біз келдік. Енді кейін аталарың өмірі кеңес дәуірінде өтті. Бірақ қанша жерден кеңес дәуірі болғанмен бүгісі өзінің бүткіл өмірін шығармасын өзінің халқын артты. Өзінің әрбір өлеңін, әрбір әнін тыңдап көрсеңіз арман, бостандықты жырлау, халқының тәуелсіздігін, ұрпағының бақытты баянды болуын жырлаған. Ол кісі 62 жылдары Сарыарқаны аралаған. Атақты академик жазушымыз Сәбит Мұқан шақыруымен Қарағанды, Қарсақбай, Петропавл, Көкшетау жерін аралаған. Міне біздің биылғы Сарыарқаға саяхат деген өзіміздің енді ойлаған жоспарымызда осыменен біз аралап келе жатырмыз. Кішкентайының қасиетті домбырасымен жырлаған әуендері әр жаны жүрегіне жетіп, есімі қазақ-қырғыз даласына мәлім болады. Өмірін әнмен жырға бөлеп өрнектеген ақын өз заманының тыныс тіршілігін арман мұратын шырқайды. Қазақ музыка өнерінде алтынмен аты жазылған Жамбыл Жабаевтың ізін жалғастырушы тұлға. Әншінің әндері бүгінгі күнге дейін жетіп, сахна түрінде дәстүрлі әншілер орындап жүр. Сонымен қатар артында қалған ұрпақтары ұлы тұлғаның қаламынан туған ән жырларын, тарихи жәдігерлерін жинап, сақтап жаңа буынға насихаттауда. Османа ұрпақтардың арқасында, жаңағы келешегін зерттеген ғалымдар бар, әдебиетшілер бар, солардың арқасында бір кісінің бірсыпыра дүниелері жиналды. Осыдан 3-4 жыл бұрын 5 томдығын шығарғанбыз. Одан кейін 17 жылы тағы да 5 томын шығардық. Бұл енді әндері 5-6 ғанымен ғана кенен болып жүр ғой, негізінде. Бозторғай, Көкшолақ, Базар-Назар деген әндер халық көп біледі. Бұл 107 әні бар бұл. Сол 107 әнінің қазір 60-қа жуығы әншілердің аузына айтады. 60-қа жуық әншілер осы әндерін орындайды. Жас ұрпаққа таратып жатыр. Кездесуге әдеби шығармашылыққа жақын жастар, облысымыздың зиялы қауым өкілдері қатысты. Ең алдымен Кенен Әзірбаевтың ұрпақтарымен танысып, кейін өмірі жайлы ақпарат берілді. Ақынның ұрпақтары Павлодар мұрағатына жиналған қонақтарға ұлы тұлғаның әндер жинағын деректі фильмін сыйлық ретінде тарту етті. Өнерпаздың шығармашылығы өмір жолымен кеңінен танысу мақсатында оқу орнынан студенттер келді. Құлақтан кіріп, бойдалар әсем әнмен тәтті күй деп Абай атамыз жырлаған
хабарлағандай, кездесуге келген әр қонақ рухани азық жинады деп толық айтуға болады. Кенен атамыз бұл заманына сай әрқилы кезеңді көрген адам. Мысалға 16 жылды қиын қыстау кезеңді көрді, 21 жылды көрді, одан 32 жылға ашаршылықта болды, 37-ні де көрді, Ұлы Отан соғысын көрді, 45 жылдар. Соның бәрінде әр замандағы, әр тарихтың нәтижесіне сай Кенен атамыздың шығармашылығы кеңінен дамып отырған. Әр кезеңде, әр заманауи оқиғаға байланысты әріндері терме толғаулар шыққан. Өзінің отбасылық жан дүниесіне шығармашылығынан да басқа сол заманына сай тапсырыстық әндері де көп болған. Сол кезде соның бәрі бүгінгі таңда осы күндегі орындаушыларменен кеңінен жалғасып орындалып келе жатқан жайы бар. 50-70 жылдары бейбіт өмірді, республика табыстарын, замандастарын бейнелейтін өлең, терме, толғау дастандары туды. 150-дей ән толғап, оның өлеңін жазды. Оның әншілік, композиторлық болашағына әнші жыршылардың, домбырашы күйшілердің әсері зор болды. Әсіресе Жамбыл, Сарбас, Балуан Шолақ, Шашубай сынды белгілі әнші ақын композиторлардан үлгі өнеге алған. Ақын композитордың Бозторғай, Көкшолақ, Базар Назар тағы басқа әндері халық сүйіп айтатын мәңгілік рухани қазынаға айналды. Айтулы әндер еліміздің эстрада жұлдыздарының қоржынында асыл мұра етіп сақтаулы. Бүгінгі таңда зерттеушілердің айтуында салса елдердің соңғы тұяғы деп те жатады. Ал Кенен атамыз тек қана әнші емес, бұл ақындықтан жыршылық, жыраулықты жалғастырып, сол жыршылық пен жыраулықты әншілікке ұластырған адам. Қазақ елі үшін есімі ерекше орын алатын Кенен Әзірбаевтың қыл қаламынан жарық көрген туындылары кездесуде орындалды. Залға жиналған жоғарғы буын өкілдері үшін бұл әдеби сезімге толы шығармалардың тарихы белгілі. Ақын бейбіт өмір мен жасампаз еңбекті жырлаған көптеген толғау поэмалардың авторы. Шығармаларының негізгі өзегі тұтас халықтың өмірі мен пенде ретіндегі әрбір жанның арман үміті. Деректі фильмде әйгілі халық ақынының шығармашылығы, өмір жолы көрермен қауымға кеңінен ұсынылды. Сондай-ақ ұлы тұлға жайлы Қазақстанның еңбек қайраткерлерінің берген сұхбаты көрсетілді. Залға жиналған жастар сол заманғы өмірді көзімен көріп, әндерін тыңдап, мәдени мұраның сырын ұғынды. Ән мен жырды арқалаған керуен енді жыршының туған жеріне сапарын жалғастырады. Жетісу туған өлкем деген атпенен арнайы Талдықорған, Алматы облысы Талдықорған қаласына барады. Талдықорған қаласынан кейін бұл керуен Алматы қаласында болады. Алматы қаласынан осы ары қарай Жамбыл облысы Тараз қаласында 26 сәуір күні Кенен Әзірбаев атамыздың Шырқа дауысын атты республикалық 2 жылда бір болатын конкурс өтеді, әншілер байқауы. Сол конкурсқа қарсаңында сол Тараз қаласында өтеді, сонымен аяқталады. Ұлы даланың жеті қыры мақаласында ұлы даланың ұлы есімдері жайлы айтылған. Әр елде ізі өшпес тұлғалардың есімі әрдайым ел жадында. Ол баға жетпес қазына болып ел тарихында сақталады. Оны артында қалған ұрпақтары жас буынға жеткізеді. Бүгінде қазақтың әншілік, жыршылық өнерінің көрнекті өкілі Кенен Әзірбаевтың есімі туған жерінің білім ордасына, Алматы қаласындағы бір көшеге, Жамбыл қаласындағы кинотеатрға берілген. Құрманғазы атындағы Алматы консерваториясының және бұрынғы Шымкент мәдениет институтының үздік студенттері үшін Әзірбаев атындағы шәкіртақы тағайындалған. Жамбыл облысында ақын ұзақ жылдар бойы тұрған елді мекен Кенен ауылы деп аталады және Әзірбаев мұражайында қасиетті домбырасы, құнды заттары сақталған. 1976 жылдың көктемінде әрі дүлдүл, әрі бұлбұл Кенен Әзірбаев дүниеден өтеді. Ұрпағына өшпес мұра қалдырған ақынның туындылары қазақ мұрасының алтын қазынасы. Ұлы даланың ұлы есімдері ел жадынан мәңгілік өшпейді.